Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында дайындауға болатын түскі немесе кешкі асқа арналған өте дәмді жұмсақ котлеттер дайындап көрсететін боламын. Бұл котлеттерді пеште пісірудің қажеті жоқ, жай ғана табада 20 минутта дайындап боламыз. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, маған лайктарыңызды аямай кетіңіздер. Сол кезде менің жаңа видеоларым сіздерге ашылатын болады. Жұмысымызды алдымен нандарды жібітіп алудан бастаймыз. 5 минутта жібігеннен соң дәл осылай қолымызбен қатты сығып, артық суларын шығарып тастайтын боламыз. Содан соң барып, алдын ала тартылған етімізге не болмаса орташа майлы қой етіне жасалған фарш, не болмаса сиыр етіне жасалған фаршқа дәл осы нандарымызды араластырып аламыз. Орташа көлемді бір пиязды ұсақтап тураймыз, не болмаса блендермен езіп аламыз. Артық суын алып тастауға кеңес беремін, себебі котлеттеріміз қатты сулы болып жарылып кетуі мүмкін. Сол себепті пияздың артық суларын шығарып тастаймыз. Дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз: паприка, ұсақталған чеснок, қара бұрыш, тұз қостым және де кориандр. Котлеттеріміз ауызда еріп кету үшін міндетті түрде бір ас қасықтай майонез қосып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Араластырып алған етімізді қолымызды сулап, не болмаса кішкене майлап, дәл осылай форма беріп алатын боламыз. Дәл осы көріністе жасау міндетті емес, өз қалауларыңызға қарай, қалаған түрде үлкен, не болмаса кіші көлемде жасап алуларыңызға болады. Алдын ала қыздырып алынған табамызға майымызды құйып, тағы да майды қыздырып аламыз. Қызып тұрған майда котлеттеріміздің екі жағын қызартып алатын боламыз. Котлеттерді міндетті түрде қызып тұрған майға салыңыздар. Майымыз жақсы қызмаған болса, котлеттеріміз жарылып кетуі мүмкін. Сол себепті қатты қызып тұрған майда екі жағын қызартып алатын боламыз. Енді котлеттеріміздің екі жағы қызарып болған соң, дәл осылай бөлек ыдысқа алып алатын боламыз. Себебі біз қазір бұл табада дәл осы майымызға соус дайындайтын боламыз. Яғни сол соусқа котлеттерімізді салып пісіру үшін арнайы өзінің соусын дайындайтын боламыз. Майыңызға бір ас қасықтай томат салып, жақсылап қуыратын боламыз. 2-3 минуттай қуырсаңыздар жеткілікті. Қалауыңызға қарай томатты аздап салуларыңызға болады, ол өз тәбетіңізге қарай. Енді соусымыздың бір қайнап шыққаннан соң барып, тұзын растап аламыз. Қара бұрыш тәбетіңізге қарай. Содан соң етті қуырғанда қолданатын әртүрлі дәмдеуіштер қосуларыңызға болады. Мен тек қана қара бұрыш қолдандым. Содан соң барып, томаттың кішкене қышқылын басу үшін міндетті түрде аздап шекер салып жібереміз. Содан соң қуырып алынған котлеттерімізді дәл осы соусқа салып, бетін жауған күйде баяу отта дымдап пісіретін боламыз. Котлеттеріміз бетін жауған күйде баяу отта 15 минутта дайын болатын болады. Ендеше бетін жауып, дымдап пісіретін боламыз. Дайын болған соң соустарын бетіне дәл осылай құйып шығатын боламыз. Гарнирге қалауыңызға қарай күріш, не болмаса картоптан пюре жасауларыңызға болады. Мен ақ күрішке дәл осылай горох араластырып дайындап шықтым. Әрине өз қалауларыңызға байланысты. Ендеше котлеттерімізді дәл осылай сәндеп дастарханға тартатын боламыз. Сіздерге менің рецептерім пайдалы әрі ұнап жатқан болса, міндетті түрде каналды қолдап, лайктарыңызды аямай кетіңіздер. Және де каналға тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен үй жағдайында қалай стейк жасауға болатын жайлы видеоны жариялайтын боламын. Және де жілік майын үйде дәл қалай әзірлеуге болатын жайлы видео ұсынатын боламын. Міндетті түрде каналға лайк басып, төменде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.